Иманым, жиғаным, бұл ел аузында жиі айтылатын сөз. Иманы бар адам исламның нағыз ләззатына бөленеді. Ал рухани кемелдену жолы ихсан ілімі. Материалдық құндылық бәрінде басып озып, сананы тұрмыс билеген бүгінгі заманда ихсан ілімін насихаттау өзекті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен биылғы жыл республикамызда ихсан жылы деп жарияланды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ислам әдебін халық арасында насихаттау жұмыстарын белсенді жүргізіп жатыр. Ихсан сөзі арабшадан аударғанда шынайылықты білдіртеді, және де кемелділікті білдіртеді, және әрбір істі ықыласпен өзінің кемеліне жеткізіп орындау деген мағынаны береді. Ал енді өзіміздің қазақи танымда осы ихсан ілімі біздерге шынайы ықыласпен орындалған амал деп сондай түсініктермен келді. Яғни ихсан ол терең ғылыми білім. Осы ихсанды игерген адам әрине өзінің әрбір ісінің кемелділігіне жетеді, және де әрбір ісін ықыласпен орындау арқылы оның әрбір ісінің берекетін көреді. Шариғатымызда Мұхаммед пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзінің сахабаларына дін деген не деген сұраққа былай жауап берген: дін, иман, ислам және ихсан деп жауап берді. Оның тереңдей мағынасы: иман дегеніміз біздің наным, сеніміміз, ислам дегеніміз біздің құлшылығымыз, және де ихсан Құдай менің амалымды көріп тұр деген ниетпен сол амалды шынайы ықыласпен орындау деген мағына деп түсіндірген. Қазақтың салт дәстүр тұрмыс тіршілігі осы ихсан ілімнің негізінде құрылған десек қателеспеспіз. Құдайдан қорықпағаннан қорық деп ата-бабаларымыз әр ісімізді Алла разылығы үшін жасауға өсиет етті. Наным, сенім, ырым тыйымдарымыз да ислам әдебінің көріністері. Енді осы ихсан ілімі қазақ халқында негізгі ұғымы тереңде жатыр, және де бұл ихсан ілімі біздерге қазақ халқына алшақта болған жоқ, жалпы түсінігімізде. Себебі ата-бабаларымыз әрбір істі Құдай мені көріп тұр дегенде орындауды бұйырған. Оны алысқа бармай қойып, дана бабаларымыздың бір сөзінде, нақыл сөзінде айта кеткен: ділің мұсылман болмаса, тіл мұсылманнан не пайда деді. Яғни бұл жерде де осы ихсан ілімінің терең мағынасы жатыр. Егер де жәнегі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтқандай, иман ол біздің сенім нанымымыз болса, ислам біздің құлшылығымыз болса, және де ихсан әрбір істі ықыласпен орындау болса, бабаларымыздың айтқанындай ділің мұсылман болсын, тек сайраған тілің емес деді. Сол себепті қазақ наным, сенімі, және де Құдайдан бұйырған әрбір құлшылығы, және де сол құлшылықты шынайы ықыласпен орындау осы ихсан ілімін терең түсіндіреді екен. Ихсан іліміндегі әйелдің орны да өз алдына бір бөлек. Қызға 40 үйден тыю деп атана әрқашан қыз баланың жүріс-тұрыс тәртібіне ерекше мән берді. Өйткені қыз ер адамның абыройы болар, болашақ жар, саналы ұрпақ тәрбиелейтін ана. Ихсан іліміндегі әйел затын орнын алып қарайтын болсақ, әже аналарымыздың сара жолдарын еске алатын болсақ, қазақы әже аналарымыз әр заман өздерінің амалдарын осы ихсан амал арқылы, яғни ықыласты амалы арқылы өзінің отбасын, тіпті тұрған қандай да мекенінде сонда бір берекемен орындауға тырысқан. Әже аналарымыз егерде біздің қарапайым тілмен түсіндіретін болса, олардың амалдарын келін бала өзінің жәнегі жұбайының босағасын аттаған кезде, бір деп білегінен ұстап, екі деп етегінен ұстаған жұбайының босағасын аттаған кезде, әрине білеміз, қазақ халқында ешбір ата ене жаңадан босаған аттаған келінге сондай бір кепілдік берген жоқ. Біз сені алтынмен аптап, күміспен баптаймыз деген жоқ. Яғни қазақтың келіндерінің санасында босағаны аттаған кезде әрине
не болды? Өзінің келіндік міндетін білді. Келіндік міндетін ықыласпен атқару арқылы ол сол отбасын бақытты қылды. Сол отбасында сәбилер дүниеге әкелді, және де өзінің жұбайымен қарым-қатынастағы бақытын шанын көрді. Ата енесіне деген ықыласты амалының түбінде осы ихсан ілімі жатыр. Яғни біз ихсан ілімі арқылы әрбір пенденің ісінде берекетін көреміз. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жәнегі айтып кеткен иман, ислам, ихсан осы үш түсінікті өзінің деңгейінде сондай кемелділікпен орындаған адам осы діннің ләззатын татады. Міне, сол сияқты ата-бабаларымыз анау қазақы тарихта қарайтын болсақ, әрбір істе Құдайдан қорқ деген ұғымды кіргізген. Неге? Яғни жақсылығын жақсылықпен қайтады, жамандығын жамандықпен қайтады. Бұл дүниенікі о дүниеге кетпейді деген сондай түсініктерді бала шағасына, кейінгі ұрпақтарына үйрету арқылы осы, яғни ата-бабамыздың әрбір тәрбиелік ісінде біз осы ихсан ілімінің тереңдік мағынасын оқып білдік. Исламға бет бұрушылар қатары артып жатыр. Алайда Аллаға деген сүйіспеншілік мұсылманның 5 парызын орындаумен шектелмейді. Пенденің ішкі жан дүниесі таза болуы шарт. Өкінішке орай қоғамымызда сырты бүтін, іші түтін дейтін адамдар кездеседі. Сыртынан кейде мұсылмандық әдеттерді көріп жатамыз. Өкінішке орай және де мына әдептілік қағидаттарын сақтай алмай жатқан ондайда сіңілдерімізді көріп байқап жатамыз. Енді біз әрине қазір қоғамымызда мешіт саласынан білім алып жатқан қыз-келіншектер қатары кішкене аздау болып тұр. Бірақ десе де біздер әйелдер ұстаздары сол көшеден көріп қалсақ та тіпті мешіт жәнегі төріне шақырып жатамыз. Неге? Өйткені адам өз бетімен дінді үйренбеу керек. Адам дінді, әрбір мұсылман дінді нағыз діни маманнан үйрену керек, яғни ұстаздардан үйрену керек. Егер де мешіт төріне келіп сол қыз-келіншектер арнайы діни білімді алатын болса, әрине ол жерде міндетті түрде осы ихсан ілімі қыз балаларға үйретіледі. Сонда сол қыз-келіншектеріміз осы ихсандағы ықыласты, ихсандағы әдептілікті үйренер деп біздер үміт артамыз. Себебі ғұламаларда қалыптасқан мынандай бір нақыл сөз бар. Сендер көрсетіп жатқан исламнан басқалар кәпір болып кететін, яғни дінсіз болып кететін мұсылмандар қатарынан болмаңдар деді. Неге? Өйткені бәлки біздің сыртқы көрінісімізбен басқа адамдар, егерде біздің сыртқы бейнемізге әдептілігіміз сай болмаса, басқа адамдар дінді жек көріп кетпеу керек. Біз олар ондай жәнегі құбылыстарға не болмауымыз керекпіз, себепкер болмауымыз керекпіз. Сол себепті исламның өзінің тәрбиелік қағидаттары бар, ислам дінінің өзінің осы әдептілікті үйрететін саласы бар. Сол салаларды міндетті түрде біз үйренуге парыздармыз. Ихсан ілімінің шыңы тақуалыққа жету. Ал тақуалыққа жету үшін ең алдымен мықты иман, жақсы амал, шариғат тыйған нәрселерге аса мән беретін сау жүрек, нәпсіні тежеу, біреудің дөрекі әрекетіне көркем мінез-құлықпен жауап беру. Осы ретте біреудің дөрекі әрекетіне көркем мінез-құлықпен жауап беру деген ерекше айта кеткен абзал. Алла тағала Құранда жақсылық пен жамандық тең болмайды. Жамандықты жақсы ісіңмен жолға сал, сонда ғана сенімен дұшпандығы бар қас адам өзіңнің сырлас досыңдай болып кетеді деген. Мұндайда халқымыздың дана сөздерінде айтылатын жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі. Таспен ұрғанды аспен ұр деген нақыл сөздері еске түседі. Талшын Зарқым қызының сөзінше, қазір елде асыл әжелер, ардақты енелер, аяулы аналар, салиқалы келіндер және инабатты қыздар атты 5 мектепті бүтін мешіттерде ашу ісі қолға алынған. Бұл мектептер дін мен дәстүр аясында қыз-келіншектер тәрбиесін қалыптастыруға септік етеді. Өңірімізге іс-сапармен келген ұстаз ауыл-ауылды аралап, осы 5 мектеп туралы баяндап, насихат жұмыстарын жүргізеді. Талшын Зарқым қызының бұл Ақтөбеге алғаш келуі емес. 2016 жылдарда ол арнайы шақыртумен облысымызда 1 жылға жуық уақыт болып ағартушылық насихат жұмыстарымен айналысқан.